Қонақ шақырам деп дайындықты бір апта бұрын бастадым. Ең алдымен кіреберістен бастадым. Осы біздер қазақтар ғана сондай шығармыз, қонақ шақыратын болсақ бірінші үйден бастаймыз. Бір апта бұрын дайындықты бастадым. Өйткені үйлерімнің барлығын осылай балалар сызғаны бар, жаңағы балалардың неше түрлі шедеврлар бар, барлығын жабу керек болды. Сонымен ең бірінші үйден бастадым, кіреберістен. Барлығын жуып, тазалап, эмульсиямды жағып, одан коридорға өттім. Коридордың барлығын да тоже балалар неше түрлі суреттерін салып тастаған, сондықтан барлығын эмульсия жағып, әрлеп сәндеп алу керек болды. Арасында бала-шағам садиктен келді, оларды да бір-бір сүйіп алып, одан кейін залға өттім. Одан кейін арасында билеп алып, кухнямды да тазалап тастадым. Осыған 2 күнім кетті. Одан кейін қонақтарға манты берем деп шештім. Ол үшін мен мантымды алдын ала дайындап қоям деп шештім. Ең алдымен қамырын илеп қойдым. Қамырым дайын болып тұрған кезде осылай картошка аздап картошка қостым. Пияздарымның барлығын жақсылап турап, мантыларымды осылай алдын ала түйіп алдым. Алдын ала түйіп, морозилкаға қатырып, 2 кило фарштан осындай манты шықты, 2 мантабарка шықты. Қонақтарыма жетті. Бір залға толы қонақ шақырдым. Бір залды толтырып, бір залға 2 килограмм жетеді екен. Сіздерге де айтып қояйын. Осылай мантыларым дайын, тамағым дайын. Одан кейін осындай самсаларымды да түйіп алдын ала дайындап қойдым. Самсаны дайындауға жарты күн уақытым кетті. Үйлерімді полный жуып тазалауға тағы да 1-2 күндей уақыт кетті. Үйлерімнің бәрі дайын болған соң, әрине қонақ келетін 1 күн алдын дайындықты бастап кеттім. Ең алдымен осылай окорочкамды маринадтап, оны пеште пісіріп алдым. Мен оны неге қосатын боламын, салатқа. Одан кейін самсаның 2 түрін дайындадым. Ең бірінші әрине қатпарлы самса фаршпен, одан кейін осындай песочный тестодан куриный самса, 2 түрлі самса дайындадым. Бұрын соңды пельмен тоқаш жасап көрмегем. Осы жолы пельмен тоқаш жасайым деп шештім. Пельмен тоқаштарымды да майға әдемілеп қызартып қуырып алдым. Одан кейін пельмен тоқаштан соң балығымды қып-қызыл қылып, сочный қылып, балығымды да қуырып дайындап қойдым. Және де 2 түрлі сол күні, қонақ келетін күні 2 түрлі мохито істедім. Қалғанын келесі бөлімде көретін боласыздар.